Мен күнәмді қоя алмаймын деп ешқашан үмітсіздікке түспе. Күнәні қоя аласың. 1000 рет істесең де 1000 рет тәубе ет. Тәубе етуден жалықпа. Аллах Тағала жәрдем береді. Аллах Тағаланың қалауымен иншалла қойып кетесің. Сондықтан бір хадисте келеді. Бір құл күнә істейді дейді. Сөйтіп Аллахтан кешірім сұрайды дейді. Сонда Аллах Тағала айтады екен, құлым дейді өзінің күнәға жазалайтын Раббысы бар екенін білді. Мен оны кешірдім деп айтады екен. Сөйтіп құл тағы да жүріп күнә істеген кезде тағы да кешірім сұрайды екен, я Раббым, кешір күнәмді деп. Сонда Аллах Тағала айтады екен, құлым өзінің күнәға жазалайтын Раббысы бар екенін білді. Мен оны кешірдім дейді екен. Сөйтіп құл тағы да біраз уақыт жүріп тағы да істеп қояды сол күнәні. Сонда ей Алла, күнә істеп қойдым, әзнәпту дәмби, күнәмді кешірші дегенде, құлым күнәға жазалайтын Раббысы бар екенін білді. Мен оны кешірдім. Не істесең де мен сені кешіре беремін деп айтады екен. Сондықтан күнә істесең, мен қоя алмаймын деп тәубе етуді кешіктірмеу керек. Күнәнің артынша тез тәубе ету керек. Тез тәубеге асығу керек. 1000 рет қайталасаң да күнәні 1000 рет тәубе ет. Күнәнің артынша тез тәубе ет.